Достар, бізде ең бірінші алтынды алып келді. Алтын. Көптен күткен Елдос Сметов шықты да. Шашып тастады. Барлығын. Красавчик, родной! Құтты болсын. Ассалаумағалейкум спорт сүйер қауым, қалайсыздар? Сіздермен бірге Азамат, және бүгін біз Олимпиада жайлы айтуымызды жалғастырамыз. Тап кеше ғана Париж 2024 Олимпиадасы бастауын алды. Және де алғашқы күннен бастап біздің спортшыларымыз Олимпиада жүлделерін жинай бастады. Нысана көздерден Қазақстан командасы Париж Олимпиадасының қола жүлдегері атанып, Қазақстанға алғашқы медальдарды алып келді. Дзюдодан 48 келі салмақта Абиба Абужақынова қола үшін күрескенімен жеңіліп 5-ші орынға ие болды. Ал 60 келі салмақта Қазақстан тарихының ең үздік дзюдошысы Елдос Сметов өзінің дәлелдеп Олимпиада чемпионы атанды. Красавчик, родной! Бұдан басқа теннис туралы да сөз қозғайтын боламыз. В общем, осы видеода айтатын әңгіме бар. Кеттік. Достар, сіздердің қолдауларыңыздың арқасында біздің арнамыз күннен-күнге дамып келе жатыр. Мақсатымыз жақын уақытта 5000-ға жетіп, Олимпиада соңына дейін 10 000 тіркелуші жинау. Және де бұған біз сіздердің қолдауларыңызбен жылы лебіздеріңізсіз жете алмаймыз. Сондықтан міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Олимпиада басталды. Енді біздің видеоларымыз тоқтамастан шыға береді. Лайк пен көрермен саны қаншалықты көп болады, видеолар соншалықты тезірек шыға береді. Сондықтан, let's go! Ең алдымен алғаш жүлде келген нысана көздерден Қазақстан командасы жайлы сөз қозғайық. Ислам Сатпаев пен Александр Али Қазақстан қоржынына қола жүлдесін алып келді. Тап кеше ғана 10 метрге нысана көздерден Германия командасынан басым түсті. Қола үшін болған кездесуде 17-15 есебімен жеңіп, Атланта Олимпиадасындағы нәтижені қайталады. Сол кезде Владимир Вахмянин қола жүлдесін сыйлаған еді. Біздің жүлдегерлерімізге қайта оралсақ, бұған дейін Азия ойындарында дәл осындай нәтиже көрсетіп, қола жүлдесіне ие болған. Александраның айтуынша Олимпиадаға қатысуды осы спортқа келген алғашқы күннен бастап армандаған. Александра осы Парижге жолдаманы Қазақстан спортшыларымыздың арасында ең бірінші болып жеңіп алды. Индонезия астанасы Джакартада өткен Азия чемпионатында 50 метрге нысана көздеуден финалға шығып, 7-ші орынды иеленді. Бұл нәтиже Олимпиадаға лицензия алу үшін жеткілікті болған. Ислам Сатпаев 1998 жылы Алматы қаласында дүниеге келді. Спорттағы мансабын 7-ші сыныптан бастаған. Өзінің айтуынша, мектептен кейін терге барғанда бұл спортқа қызығушылығы пайда болған. 2023 жылғы Джакартада өткен Әлем кубогының күміс жүлдегері атанды. Ал Хуанчжоуда өткен Азия ойындарында қолаға ие болды. Бір жыл бұрынғы сұхбатында Олимпиадаға тек нәтиже үшін бара жатырмын деген. Сондықтан сөзінде тұрып, Қазақстанға алғашқы болып жүлдені сыйлады. Красавчик, родной! Кеудесінде намысы, жүрегінде оты бар қазақ баласын кім тоқтата алады демекші, дзюдо туралы әңгіме қозғайық. Алысқа созудың қажеті жоқ. Бірден чемпионымыз Елдос Сметовтен бастайық. 2 күн бұрын Олимпиада алдындағы шыққан видеомызда мен Елдос міндетті түрде алтынды алып береді деп сөз қозғаған едім. Сол кезде біраз көрермендеріміз менің ойыммен келіспей жеңіледі деген еді. Бірақ қуанышқа орай спортшымыз 60 келі салмақтың чемпионы атанды. Так, тоқтай тұрыңдар. Біз тым қатты кетіп бара жатқан шаяқтымыз. Басынан бастайық. Елдос Сметовтың спорттағы тағдыры жайлы нағыз кино сүруге болады. 9 жасында әткеншектен құлап, басына жарақат алғасын спорттағы мансабы жайлы ұмытуға болатын еді. Алайда, дзюдомен айналысуды жалғастырып, Ахмет Жұмағұл атты бапкердің қол астына жаттыға бастады. Тіпті 2012 жылы Елдос спорттан кетуі мүмкін еді. Сол кезде юниорлар арасында әлем чемпионы атанған Сметов Қазақстан чемпионатына тек 5-ші орын алып қалды. Бірақ қуанышқа орай қазіргі жеке бапкері Ғалымжан Жылгелдиевтің қолдауының арқасында спорттағы мансабын жалғастырды. Кейін Рио Олимпиадасында күміс, ал Токиода қола жүлделеріне ие болды. Осыдан соң Ташкенттегі әлем чемпионатының жүлдегері атанған еді. Бірақ қалған 1,5 жыл бойы өз салмағындағы көшбасшылықтан айырылып қалды. Мағжан Шәріпшидин бірнеше рет Гранд Слэмде жеңіске жетіп, Азия ойындарының жүлдегері атанды. Сонымен қатар Нұрқанат Серікбаев осы жылғы Гранд Слэмнің жеңімпазы атанып, Азия біріншілігінде дәл осы Елдос Сметовті жеңіп кеткен еді. Сондықтан соңғы күнге дейін Сметов осы үштіктің ішінде ең нашар спортшы болатын. Сол кезде Қазақстан дзюдо федерациясы арнайы Олимпиада үшін осы спортшылар арасында іріктеу турнирін өткізді. Және де Елдос қиын әрі белеске толы жекпе-жектерде жеңіске жетіп, өзінің 3-ші Олимпиадасына жолдама алды. Париждегі алғашқы кездесуінен бастап Елдос өзінің керемет күйде екенін көрсете бастады. Алдымен Голландия спортшысын жеңді. Кейін әлемнің үздік дзюдошысы тайвандық Ян Кюнгвейден басым түсті. Содан соң жартылай финалда әлемнің рейтингте 5-ші орында тұрған испандық Франциско Гарригосты жеңіп кетті. Тіпті бұның алдында Гарригос осы Олимпиаданың басты үміткері Нагаяманы қылғындыру әдісімен жеңіп, ұйықтатып тастаған еді. Ең қызығы
Елдос дәл осы тәсілді қолданып испан дзюдошысынан басым түсті. Ал ақтық мәреде жергілікті палуанмен кездесіп, Қазақстан тарихындағы дзюдодан алғашқы олимпиада чемпионы атанды. Тіпті бүкіл арена Елдосқа қарсы болып, Мхидзеге қолдау көрсетіп отырған. Бірақ артында тұрған елдің қолдауын сезген Елдос керемет вазари тәсілдің арқасында жеңіске жетті. Красавчик, родной! Жарайсың! Көк байрағымызды желбіретіп, дзюдодан топ жарып шыққан Елдос Сметов бүкіл қолдап жатқан қазақ еліне шын жүректен рахметін айтты. Ал біз Елдосты бұндай керемет жеңіспен құттықтап, Қазақстанға қайта оралуын күтетін боламыз. Дәл осы дзюдодан 48 келі салмақта тағы да бір спортшымыз жүлдеге ие болуға жақын болған. Абиба Абужақынова Қатардан 2 рет жеңіске жетіп, ширек финалға шықты. Тіпті соның бірінде тайпейлік дзюдошыны 19 секундта жеңіп кеткен еді. Бірақ өкінішке орай ширек финалда испаниялық дзюдошыға иппонмен ұтылды. Кейін жұбаныш белдесуінде күресіп, қола үшін кездесуге мүмкіндік алды. Алайда 18 жасар швециялық Тара Бапулфазға есе жіберіп, тек қана 5-ші орынға ие болды. Сол кездесуде Абиба өкінішке орай аяғына жарақат алған болатын. Сонымен қатар швециялық дзюдошы біраз рет ережені бұзып, лас күрескен еді. Дегенмен нәтиже осындай. Бұйырған кетпейді, ал қуған жетпейді демекші, спортшы қызымызда барлығы алда деген ойдамыз. Себебі Абиба әлі күнге дейін өз салмағындағы ең үздік дзюдошылардың бірі. Сондықтан келесі әлем чемпионаты мен олимпиадада жеңіске жетуін тілейміз. Ал енді қырғын ақша сорып, мүлде нәтиже бермей, Қазақстанға пайдасы жоқ спорт жайлы сөз қозғайық. Бұл теннис. Біз кем дегенде осы спорт түрінен 2 жүлде күткен едік. Бірі алтын және де күміс немесе де қола. Алайда мақтаған қызың тойда осырады демекші, бірден шіртіп кетті. Ең алдымен Қазақстан атынан шығатын ең үздік теннисші, әлемнің 4-ші ракеткасы Елена Рыбакина олимпиадаға қатысудан бас тартты. Басында бұл ақпаратпен ESPN редакторы бөліскен еді. Кейін бұл ақпаратты ресми түрде Қазақстан теннис федерациясы растады. Олардың айтуынша, бронхитпен ауырғасын дәрігерлер олимпиадаға қатысуға рұқсат бермеген. Осы жерде біраз күн бұрын Турцияда демалып жатқан суреті есіме түседі. Рыбакинаның олимпиададағы орнын австралиялық Дарья Севилл алды. Ал микстейпте, яғни қос теннисшінің ойынында Елена Рыбакина мен Александр Бобиктің орнына аргентиналықтар келеді. Бұдан басқа тап кеше ғана Қазақстанның екінші үздік теннисші қызы Юлия Путинцева өзінің ойынының алдында олимпиадада өнер көрсетуден бас тартты. Федерацияның айтуынша, Парижге келіп дайындық жасап жатқан кезде тізесіне жарақатты сезген. Кейін медосмотр жасағасын ойнаудан бас тартты. Солай кеше тек қана Александр Бублик ойнады. Оның өзінде де бірінші раундта американдықтан жеңіліс тауып ұшып кетті. Ендігі кезде Бублик тек қана дуэтте Александр Недовесовпен өнер көрсететін болады. Оның өзінде де қайтадан ұшып кететін сияқты. Бұл жерде сұрақ, бұнда теннистің бізге не керегі бар? Елдің намысы үшін ойнаудан бас тартатын нәтиже бермесе, сырттан легионерлер алып, олардың қамын ойнап, паспорт берудің не пайдасы бар? Олар кәсіпқой турнирлерде Қазақстан атынан емес, өздерінің атынан ойнайды. Сондықтан керек бұл бізге. Соңында кеше ғана Найза 64 турнирі өтті. Сол турнирдің басты жекпе-жектерінде менің бауырластарым, жерлес ағаларым Бағдат Жұбаныш пен Нұрбек Қабдрахманов өздерінің кездесулерін өткізген болатын. Бағдат Жұбаныш өткен жылы әлі күнге дейін дауларға ие жекпе-жекте Қазбек Сағыннан жеңіліс тапты. Сол кезде өте жеңіл салмақ дәрежесінде чемпиондық үшін кездесу болған. Аренада отырған көрермендер мен жанкүйерлердің айтуынша, Найза лигасы жеңісті өздерінің баласына бұрмалап беріп жіберген. Кейін екі жауынгер арасындағы реванш жайлы көп әңгімелер жүрген болатын. Алайда Қазбек әнші жолын таңдап, Бағдатпен 53 келі салмақта жекпе-жек өткізуден бас тартқан. Сол үшін Бағдатқа жаңа қарсылас тауып, қырғыз спортшысымен кездесу ұйымдастырған еді. Солай екінші раундта Доранбек Қылышбекұлын техникалық нокаутпен жеңіп, Найза лигасының жаңа чемпионы атанды. Ал Нұрбек Қабдрахманов өзінің чемпиондық белбеуін алғаш рет қорғап жатыр. Бұған дейін AMC Fight Night лигасының чемпионы Мұхаммед Эминовті техникалық нокаутпен жеңген еді. Енді міне Алаш Прайд лигасында Руслан Сариевті жеңіп, Найза 57 турнирінде Жұман Жұманбековті қылғындыру әдісімен жеңген Вандерли Левандовскиймен кездесті. Қазақ бауырларының жеңілісі үшін кек алуға шыққан Нұрбек бірінші раундтың соңында Бразилия жауынгерін ауыр нокаутқа түсіріп, чемпиондық белбеуін қорғап қалды. Бәлкім Нұрбекті америкалық лигаларда күтетін шығармыз. Себебі потенциалы мен тәжірибесі бойынша Bellator, PFL немесе UFC лигаларында біраз жауынгерлерге ауыр жекпе-жек бере алады. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Олимпиаданың бірінші күні бізге бір алтын мен бір қоланы сыйлады. Ал келесі болып Қазақстан қорына жүлделерді кім салады? Пікір жазыңыздар. Менің ойымша біз тағы да кем дегенде 4 алтынға қол жеткізе аламыз. Міндетті түрде лайк басып, ардыңа тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі біз бүкіл олимпиадаға шолу жасап, сіздерді қызыққа толы ақпаратсыз қалдырмаймыз. Сондықтан осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.